Осындай анимациялық видеоларды телефон арқылы жасай аласыз. Қараңыздар, өте әдемі билеп тұр. Музыкасын қойып, осылай монтаждап YouTube каналыңызға, басқа да әлеуметтік желілерге қойып, табыс табуыңызға болады. Ол үшін біздер осы программаны Google Play-ден жазып аламыз. Play Marketке кіреміз, телефон арқылы. Осы жерге поисковойға Zepeto деп жазамыз. Установка жасаймыз. Установка жасалғанша кішкене күте тұрамыз. Міне жазылып болды. Енді открыть батырмасын басамыз. Бұл жерде мен авторизация жасап қойғанмын. Енді сіздерге жаңадан көрсетіп түсіндіргім келіп тұр. Мына жерге астында создать новый аккаунт деймін. Загрузка жүріп жатыр. Я принимаю все условия дегенді птичка белгілейміз. Сонда қалғандарды белгіленіп кетеді. Я принимаюды басамын. Мына жерден өзіңізге ұнайтын персонаждарды таңдайсыз. Өзіңізге, жүрегіңізге қайсысы жақын, қайсысы ұнап тұр. Енді ер адам болсаңыз, осы жердегі ер балдарды таңдайсыз. Қыз бала болсаңыз, мына жерден қызды таңдаймыз. Мына қызды таңдайық. Керемет әдемі қыз екен. Давайте начнем это аватарым деп осымен бастаймыз. Осы жерге атыңызды қойып қоясыз. Мысалы, кім деп қоюға болады? Ағылшынша жазғаныңыз жақсы. Или Анар дейік қазақша. Следующийді басамыз. Сізде Google аккаунтпен немесе Facebook аккаунтпен кіруіңізге болады. Google аккаунтпен кірейік. Бұл жерде менде аккаунттар көп. Мен біреуін басып кірейін. Міне аккаунтты подтвердить етіп кірдік. Бұл жерде жаңа таңдаған қызымыз тұр, иә. Қыздың үстін бассақ, қараңыздар. Осындай болып шығып тұрады. Артқа қарай назад шығамыз. Мына жерде оң жағында персонаж деген тұр. Соны бассақ, біздер мына қыздың үстіне киім таңдай аламыз, шашын өзгерте аламыз. Бұл жерде қараңыздар, міне сол жағында адамның басы тұр, футболка тұр. Соларды бассақ, біздер ішіне кіріп, жаңа қызымызды өзгерте аламыз. Астыңғы жақтарында қараңыздар, міне. Бұл жерде қараңыздар, бізде мына жерде кристалл 0 деп тұр. Бізде кристалл жоқ. Мына жерде сары С деген тиын тұр, иә. Сол бізде 15.000 берген екен. Сол 15.000-ға біз өзіміздің стилімізді өзгертіп алуға болады. Ол үшін мынаны басты басамыз бірінші. Шаш таңдап алуға болады. Мына жерде астыңғы жағын қараңыздар, короткие, средние, шаштың қысқалығын, ұзындығын таңдауға болады. Сары шаш етуге болады. Мына жерде кристалл деген түрін алмаймыз. Енді бізде кристалл жоқ болғасын, біздер оны сатып ала алмаймыз. Бізге енді тиынмен алатын шаштар үлгісі керек, иә. Мына жерде тұр. Мынандай шаш. Бұл енді ер балаларға керек болатын шаш сияқты. 3380 теңге екен. Бұл жерде біз өзіміздің шашымыз жақсы болып тұр, иә, қала берген жақсы, немесе өзгертіп алуға болады енді. Бұл жерден тиынға шаш іздейік. Осы орамал тағатын қыздарға таңдап алуға болады бұл жерде. Шашыңызда мынандай жасауға болады. Тиын тұратын шаштарды таңдап аламыз. Бұлай сары шашты қыз етуге болады. Осыны таңдай, купить дегенді басамыз, міне. Мына жерге купить дейміз. Өзіміздің міне қараңыздар, 12.200 болып
азайып қалды ақшамыз. Шашын өзгерттік. Енді мына жердегі мына қараңыздар, сол жақта жоғары жағында футболка тұр. Бұл жерде киімін өзгертіп алуымызға болады қыздың. Көйлек кигізіп қоюымызға болады бұл қызға. Қараңыздаршы, көйлек кигенде әдемі болады. Осындай көйлек, осындай көйлек. Мына көйлекті алайық, купить дейміз. Тағы да купить дейміз. Міне ақшамызды азайды, көйлекті біз сатып алдық. Қараңыздар, аяқ киім сатып алайық, иә? Аяқ киім сатып алу үшін киімді басамыз. Футболканың суреті тұрған. Содан соң астыңғы жағын жылжытамыз. Мына аяқ киім суретін басамыз. Мына жерден бір өзімізге ұнаған аяқ киімді, осы қыздың үстіне үйлесетін, көйлегіне үйлесетін аяқ киім таңдаймыз. Білмеймін, қайсысы ұнайды, соны таңдайық. Мынандай аяқ киім таңдауға болады. Мынандайды да таңдауға болады. Өзіңізге ұнаған таңдайсыз. Мында көп, выбор көп. Тағы қайсысын таңдаймыз? Мынандай ақ кроссовка таңдауға болады. Немесе туфли таңдауға болады. Бұл жерде тиынмен белгіленіп отырған аяқ киімдерді сатып аламыз. Мынандай сандалик бар екен. Осыны жақсы таңдайық. 2480 теңге екен. Сатып ала берейік. Немесе тағы да сатып алатын заттарымыз болса, мына астыңғы жағында шашты сатып алдық. Бас киім сатып алуға болады. Жерде, мына қараңыздар, ободок, сондай заттарды сатып алуға болады. Очки сатып алуға болады. Очки де қызып қоямыз осылай. Мынандай очки де бар екен. Жақсы, осы очкиді таңдайық. Сосын мына жерде Сақинаның суреті тұр. Сырға, мойнына алқа таңдауға болады. Мынандай алқа да бар екен. Жақсы, мына бір алқаны таңдайық. Осыны таңдайық. Немесе мынаны таңдайық. Осыны таңдадық. Құлағымызға сырға таңдауға болады. Қолымызға білезікте таңдауға болады. Мындай қолымызға білезік таңдайық. Сіздерге көрсетіп жатырмын. Бізге әзірге керек емес ол. Осылай таңдадық. Енді мына жерден тағы да басты басып, қыздың кожасын өзгертейік. Мына жерде мына қараңыздар, астыңғы жағында мынаны басамыз, бастың суретін. Бет-әлпет пішіндерін таңдауға болады. Қасымызды өзгертуге болады. Қас бесплатныларда бар екен. Бесплатны қастарда бар екен. Біреуін таңдай салайық. Мына қасты таңдай салайық. Содан соң көзіміздің түсін өзгертуге болады. Формасын өзгертуге болады. Үлкен көзі болып кетеді. Дөңгелек көз. Осылай көздерді таңдайсыз. Линза, век, осылай таңдауға болады мына жерден. Қараңыздар. Осы жерге линзаны да, енді мұрын пішінін де өзгертуге болады. Мынандай мұрын, үлкен мұрын. Мынандай мұрын да болады. Сөп ақшал мұрындар да бар екен.
біреуін таңдаймын. Мына жерде ерін помадасын таңдауға болады, еріннің пішінін таңдауға болады. Осыны таңдайық. Содан соң мына жерде қыздың бойының ұзындығын таңдауға болады. Мынандай ұзын, толықша келген қыз етіп таңдауға болады. Кішкентай бойлы етіп қыз таңдауға болады. Мынандайды таңдауға болады. Содан соң мына жерге румян, бетін бояуға болады. Сіздерге көрсетейін. Қараңыздар, мына жері беті қызарып тұрады кішкене, румянмен бояп қойғандай. Мына жерде көзді подводкамен бояуға болады. Осындай да бояуға болады. Көзі кішкене өзгереді. Мына жерде еріннің түсін таңдауға болады. Қараңыздар. Осыны таңдайық. Осылай купить дегенді басамыз. Біз очки, аяқ киім және украшение сатып алып жатырық. Купитті басамыз. Қызымыздың кожасын өзгертуге болады. Бет әлпеті дөмелек қыз етуге болады. Сопақша басты. Осындай қыз етуге болады. Бұл бесплатно. Мына жерде қараңыздар, мына тамшы тұр, сол қыздың түсін өзгертуге болады. Қара қыз, әппақ қыз, осындай қыз, темныйлау қыз. Осы жерде таңдай беруге болады. Көк күмбек қыз, қып сары қыз. Енді өзіңіз ұнайтын таңдайсыз. Міне таңдадық. Осылай қызымызды әдеміледік. Керемет болып шықты. Енді келесі сабақта осы қызымызды сөйлетеміз немесе билетіп видео жасаймыз. Міне қызымыз осындай әдемі болды. Осы қызымызды келесі сабақта сөйлетеміз.